Жоламан Айдарбаев. Еділ патша. Алматы 2016. Зобалаң. Ұлы дала тағы да сапырылыс. Жаратқан ем кеудеге жан бергелі бірде тыныш өмір өтпеген екен. Соның бәріне бар сырын ішке бүгіп, тоң-торыс жатырған осы сары дала куә. Қай заманда да оның басынан зобалаң, төсінен дүбір кетпей соққан дүлеймен ықтыда отырды. Бірде гүннен тудық, енді бірде күннен тудық. Бүгінгі қазақ аталмастан бұрынғы ғұмырымыз ежелгі дәуірге еріксіз жетелейді. Сақ, хун, гун, ғұн, түрік, қыпшақ. Жүздеген ғасыр ұлы дала қанға, шаңға бөгіп тұншығып жатты. Сақ-сақ найзалар, аспанға шаншылған сүңгілер. Тұлпарлар тұяғы ұлы дала төсін шаңға бөктіріп, жұмыр жер бетінен қиқу кетпеді. Жарты әлемді жайлаған сақтар біздің жыл санауымызға дейінгі 13-12 ғасырларда өмір үшін жорық туын ғұндарға тапсырды. Ол туды 1000 жылдай жықпай ұстаған ғұндар шығыс, солтүстік және батыс Қытайды, Арғын өзенінен қазіргі Қазақстанның Іле, Есіл аймағына дейінгі аралықты мекендеген. Талай ғасырды ат үстінде, алмас қылыш жүзінде өткерген олар жайдақ даланы еркін шиырлап, бірде шығыстан, енді бірде батыстан аунап түсіп, аумағын үнемі кеңітіп отырды. Осылайша 1000 жылдай тағдыр тоқпағына төтеп берген сақтар енді хундар атанып, біздің эрамызға дейінгі 209 жылы хундар туын мүддеге табыс етті. Қол астындағы халқының қамын жоғары қойған мүдде жауына асқан қатал, досына әділ болып, тақ міндетін адал атқарды. Арадан бір ғасыр өткенде әлемді тітіретіп, күллі Европаны жаңғырықтырған ғұндар өмір сахнасына шықты. Оның мұндай даңққа жетуі үшін ұзақта дозақ жол жатты. Сан жағынан әлденеше басым Қытай ғұндарға жол бермей, ізді-ізіне шабуылдаумен болды. Сөйтіп, өмір сахнасына тайталас шыққан екі мемлекет тарихта талай ғасыр алма-кезек шабуылдап, бірде қуып, енді бірде қашып, жан берісіп, жан алысып отырған. Жаугершіліктің арты біздің эрамызға дейінгі 1 ғасырдың ақырында Қытай империясы ғұн ордасын талқандап, қазіргі Қытай Манчжурия жеріне шегінуге мәжбүр етті. Осы жолы жеңілген ғұндар екіге жарылып, алғашқы бөлегі Қытай империясының қол астында қалды да, екінші бөлегі қазіргі Алтай мен Қазақстан жеріне қарай ойысты. Ал біздің заманымызға дейінгі 36 жылы тағда Қытай шапқыншылығынан хундар 4-ке бөлініп, біріншісі Қытай қорғаны маңын жағалады. Екіншісі бұрынғы жерінде қалып, қытайлықтармен, сәнбилермен араласып кіргіп кетті. Үшінші бөлегі Тарбағатай мен Орта Азияда қалып, ерлікпен қорғанды. Төртінші бөлегі қазіргі Орал тауларының етегімен Жайық, Еділ өзендері аралығынан кең жайылым жаңа мекен іздеді. Сонымен 2 ғасырда Хазар теңізінің жоғарғы жағалауында Еділ мен Жайық өзендері аралығында Ақшаңқан ғұн ордасы бой көтерді. Мал мен күн көріс жасаған оларға болашақта бұл екі өзеннің аралығы да тарлық жасады. Ал оны кеңітуге жер жоқ. Тусырты Қытай қыспағы, терістігі Орал таулары, түстігі теңіз, ендеше жалғыз-ақ жол Еділден ары батысқа қарай еміну. Осы бет кеңде, оңаша. Понт теңізі жағалауы шұрайлы, көз қарықтырады. Бірақ бұл өңірде бос жатқан жоқ. Аймақты бұрын скифтер жайлағанда, кейін герман тайпалары остготтар мен вестготтар басып алған. Шұрайлы аймақты олар оңайлықпен бермейтін. Ғұндар әміршісі Бала әмір орда болашағы үшін жарғақ құлағы жастыққа тимеді. 170 жылдары ел жайлауын ұлғайтпақ болып батысқа көз тікті. Орнығып қалған готтар көнгісі келмей ғұндар мен герман тайпалары арасында жайылым үшін қақтығыстар басталды. Бұл қауіп ғұндар ордасын күшейтуді керек қылды да,
оны Бала Әмір Хазар жағалауын мекендеген Дай, Алан тайпаларын өзіне қаратып алудан бастады. Тарих көші зымырап өтіп жатты. Бала Әмір түпкі мақсатына жетуді бір сәтте ойдан шығармады. Ғұндар бірден бірге оңтүстік батысқа қарай жылжып, олар мекендеген аймақтың ілгергі ұштығы Понт теңізі жағалауына ұмтылып, Қырым түбегіне сұғынды. Алғашқыда ғұндарға қарсылық көрсеткенімен, кейін аландар жеңіліс тауып, бас июден басқа амалы қалмаған. Әйтсе де, түгел берілмей екінші жартысы Рим империясының жеріне еніп кетті. Күші басым ғұндар ішке ендей беріп, Днепр, Донға, Дакияға, Дунайға дейін көсіліп, Персия мен Балқанға аяқ салды. Сасаниттер кезіндегі мықты мемлекет Иранның бұған көнбеске лажы қалмады. Өйткені күшейіп келе жатқан ғұндар оңтүстік Хазария мен Персияға, Қытайға, қазіргі оңтүстік батыс Өзбекстан жеріне мықтап ірге тепкен болатын. Алдымен Остготтарды бағындырған Бала Әмір енді Вестготтарды да бағындыруға кірісті. Дунай жағасындағы екінші соғыста Вестгот королі Германарик қолға түспей қашып құтылып, 200 мыңдай ғана Вестготтар тірі қалды. Германариктің баласы Гунимуда басқарған Вестготтардың бір бөлегі ғұндар жағында, қалғандары Рим империясына өтіп кетті. Атанарих бастаған тағы бір тобы Карпат тауына қарай шегінді. Рим жеріне азғана қолымен басып кірген Вестгот королі Германарик император Валентке елші жіберді. Ғұндар қаптап келеді, деп тапсырды ол елшісіне. Кеше Остготтарды талқандаған, олар бүгін Вестготтарды қуып, жерімізді тартып алды. Мұнымен тоқтамай Рим империясын жаулап алмақ. Одан арғы мақсаттарына көз жетпейді. Басқыншы ғұндарға бірігіп қарсы тұрмасақ, бәрімізге қауіп. Егер император біздерге Фракия мен Мезия провинциясының бір бөлігін әзірге қоныстануға бере тұрса, ол жақсылығын ұмытпаспыз. Біздер қазір ес жиып аламыз да, ертең ғұндар Римге шапқан күні сіздерге мықты қорғаушы боламыз. Ал болашақта ғұндардан кек алып, оларды келген ізінен адасып қалатындай қыламыз. Рим біздердің осы уәдемізге берік сенуіне болады, деп нық тапсырды. Вестготтар елшісін жылы қабылдаған Валент оған күдік келтірмеді. Өйткені ол уәденің арғы түбінде Рим империясының да мүддесі жатыр еді. Өріп келе жатқан ғұндар дес бермес қаулаған өрттей боп көрініп, оған тосқауыл құруды ойлады. Бірақ император елші айтып келген жайдың екінші жағы бар еді. Бар қауіпті ғұндарға артып, аңқаулықтан туға да болмайтын. Бұл уәдені король Германариктің нендей пиғылмен айтып отырғанына, оның қаншалықты шындығына көз жеткізу қиын. Император да заңнан шығып кете алмайды. Римде заң алдында император да, құл да бірдей жауапты. Ол заңда ел ішіне келген адам императорға бағынышты болуға міндетті. Елшіні тыңдап болған Валент түпкі ойын білдірмей тұрып, алдымен ел заңын алға тосты. Вестготтар елшісінің көнбеске жайы жоқты. Және Германарикте оны пісіріп жіберген. Рим құлшылық заңының қатал екенін король білетін, бірақ одан өзгеге жол қалмаған. Валент империяға төніп келе жатқан сұрапыл қауіптің алдын алу үшін Вестготтар өтінішін қабылдап, оларға бас сауғалауға өз аумағынан орын берді. Бұл 376 жыл болатын. Рим Вестготтарға отар ретінде қарап, құлшылық заңдарын таңды да, оған Вестготтар ұзақ төтеп бере алмады. Бұл оларға ғұндардан да қатты соққы болды. Қашқан Вестготтарға Римге құл болғаннан ғұндарға берілген жеңіледі. Өйткені ғұндарда ондай құлшылық жоқ. Ғұндарға берілген Вестготтар олармен бірдей өмір сүретін, қиянат, зорлық жасалмайтын. Ал берілмеген жауына ғұндар қатал қарайды. Оларға ғұндар енді қайтып аяушылық жасамайды. Ендеше Римге берілген Вестготтар үшін кер жол жоқ.
шектен тыс салыққа қарсылық жасауға вестготтардың құқы жоқ болды. Оған 2 жыл зорға шыдаған вестготтар 378 жылы көтеріліс жасады. Вестготтарды Рим халқы қолдамады. Өйткені римдіктер мен вестготтардың құқы бірдей емес. Вестготтар құлдармен бірдей. Римдіктерге көп артықшылық берілді де, вестготтарға салық шексіз көп салынды. Ал тұрмыстары 2 есе төмен. Көтерілістің ақыры Валенттің қаза болуымен аяқталды. Төніп келе жатқан ғұндар қаупіне қарсы тұрмақ Римнің де, қашып келген вестготтардың да түпкі пиғылы шықпай қалды. Бұл кезде ғұндар жалындай жапырып, өрттей қаулап келе жатты. Қырым мен Понт жағалауындағы скифтер мен остготтарды толық қаратып алды. Жайықтан Понт теңізіне терістік батысы Дунайға дейінгі шұрайлы кең аймақ ғұндарға қарады. Бірақ жер кеңіген сайын жағдай шиеленсіп, төңірек қауіп-қатерге тола берді. Қалт кетсе қағып тастағалы жау айнала анталап тұр. Бұрынғы ордаға бағынышты одақтас тайпалардың өзі сырт айналып, жау болып шыға келуге әзір. Бұл қауіптен сақтану жолы орданы күшейте түсу, ал күшею жолы көрші тайпаларды өздеріне қарату. Бірақ мұның арты басқыншылық, сел боп аққан қан, тоз-тоз ел. Мұны талай бастан кешкен бала әмір жаны қаламады. Жалаң қаққан айбалта, қылыштар, қас қаққанша жерде жарыса домалап жатқан бас, сел боп аққан қанды көргісі келмей көзін жұмды. Бұл оған бала кезінен таныс жан түршігерлік көрініс. Бейбіт өмір болмас па дейтін. Қолына тақ тигелі оны енді түсінді. Патша не көрсе де халқымен бірге көреді. Өмірдің өзі шапқыншы. Сен шаппасаң, саған шауып, дос дегенің жау боп шығады. Бүгін дайлар мен аландар, остготтар мен вестготтардың басын алмаса, ертең олар мұның өз басын алады. Бүгін оларды жаулап алмаса, ертең олар өзін жаулап алады. Бүгін бала әмір оларды бағындырмаса, ертең олар бала әмірді бағындырады. Оның өмірден көрген, білген, түйгені осы. Қазір тағы бір жай ойына оралды. Ғұндардың бұл өңірді жайлағанына онша көп болмаған. Саусақпен санаса, 6-шы аталары Манчжурия, Қытай жақтан келіпті. О жақта талай жыл жауласып Қытайдан ығысып келген ғұндардың еділ жайықты жайлағаны 200 жылдай. Соның бәрі ел тірлігі, жайылым жайы. Елді еңіретіп, жерді тоздырып, жазықсыз жандардың қанын судай сапырған осы қырғын неге керек болды деп ойлайтын. Сөйтсе бәрінің себебі бар екен. Ғұндар қара басын қорғау үшін солай жасаған. Ол билікке жетсе, жазықсызға жапа шектірмей, кінәсіз қан төкпеспін дейтін. Енді бүгін ол ойы қараң қалды. Судай аққан қан ішінде бейкүнәлар қанша. Соғысты таңдап, сұрап алған жоқ, өмірдің өзі таңды. Бұған дейін соғысты ордабасыдан, корольдерден көруші еді. Олай еместігіне енді көзі жеткенде кенеттен дүние салды. Оның ғұмырын туыс інісі ұлды жалғастырды. Бала әмір тұсында ол ордабасының әскери істерін басқарған. Остготтар мен вестготтарға, аландар мен дайларға талай жорықтар жасап жеңіс рахатына бөленді. Бірақ орда билігін ұстағаннан кейін қолбасшы мен орда басы болудың екі басқа екенін көрді. Бұл кезде ғұн ордасы 40 рулы тайпалардан тұрды да, өзара қырылысып жатқан ол тайпалар мен ұлыстардың мүддесі ғұндармен сәйкес келмеді. Мұнан 17 жыл бұрын император Валент тұсында қашып келген вестготтар Римнің әлсіреуіне қызмет етті де, Римге өз әскерін құру қажеттігі көрінді. Ол үшін вестготтармен бір жолы ажырасу керек. Ал ондай қауқар әзірге жоқ. Ендеше Рим ол мақсатына жету үшін ғұндарға арқа сүйеуге мәжбүр. Рим әскерінің қолбасшысы Стилихон ұлдыға елші жіберіп, одан көмек сұрады. Бұл ұлды үшін іздегенге сұраған еді. Негізгі қарсыласы қашқын вестготтарды талқандаса, ғұндарға жол ашылмақ.
Ол кезде күллі Европаға ықпалы басым Рим империясы да әлсіремек. Стилихонның тегі римдік емес, германдық вандал тайпасынан. Вандалдар Испанияны, Африканы басып алып, Римді билеп тұрған герман тайпалары. Олар Римге қызмет етуге уәде бергенімен, оның әлсіреуіне мүдделі. Ол талай шайқаста вандалдарды даңққа бөлеп, ежелгі Римнің айбынын асырып ұстап тұрған ұлы қолбасшы. Соғыс өнерін терең меңгерген әскербасы. Римде император тағына енді отырған Гонорий қол астындағы вестготтарды талқандауға Стилихонға арнайы тапсырма берді. Ғұндар Рим өтінішін қабылдап, оларға жәрдемге қалың әскер шығарды. 396-405 жылдары вестготтарға қарсы бірнеше рет жорық жасап, Равен қалаларын аман алып қалды. Стилихон шыққан тегіне тарта тұрса да, отан алдындағы борышын жоғары қойды. Бұл кезде әлемдік деңгейде үш жақты күрес жүріп жатқан. Рим империясы Европаға бұрынғы үстемдігін сақтап қалу үшін жанталасты. Герман тайпалары остготтар мен вестготтар Римнің арқасында ғұндардан өш алу реті келсе, Римге де ғұндарға да үстемдік жасауды ойлады. Римді ғұндарға қарсы соғыстырып, екеуінің де әлсіреуін күтіп, ортада өзі күшейіп, үстем болуды көздеді. Үшінші жағында ғұндар өздерін қорғап қалу үшін күресті. 395 жылы орда билігін қолына алған ұлды Еуропадағы ғұндар ықпалын күшейтпек болды. Алдымен іргесінде отырған вестготтармен есеп айырыспай, ол ойы жүзеге аспайтын. Егер вестготтарды жаулап алса, мұнан кейін Римнен араны ажырату қиын емес. 395 жылы қыстың алғашқы айларында ғұн әскері мұз үстімен Истра өзенінен көктей өтіп, Рим жеріне кірді. Жансыздары арқылы орданың жаңа князі ұлдының әрекетінен хабардар отырған император Феодосий мұқият дайындықпен ғұндарға шабуылды бірінші бастамақ болды. Өйткені болашақта империяға қауіп осы ғұндардан еді. Қара күшке сүйенген ұлды асығыс әр жаққа бір жорық жасады. Бірде остготтармен, енді бірде вестготтарға шауып, тағы бірде Константинопольге жасақ жіберіп, жағдайын шиеленістіріп алды да, берекесіздіктен орда тайпалары бас-басына пытырап кетті.